Just a young gun with a quick fuse. I was uptight, wanna let loose. I was dreaming of bigger things. Hey guys, how are you doing? Бүгін біз сіздермен future simple өтеміз. Бұл келер шақтың баламасы ағылшын тілінде қалай болады, солардың барлығын жүйелі түрде үйреніп алайық. Future simple tense, келер шақ. Қазақ тілінде келер шақ дейміз. Future simple'дың осы шақтан, өткен шақтан айырмашылығы бұлардың болымды, болымсыз түрлері және сұраулы түрлерінің барлығында да бір көмекші етістік қолданылады. Ол көмекші етістік бізде Құдай бере салған will. Мынау көмекші етістіктен тұрады біздің келер шағымыз. Формуласы өте жеңіл. Subject бастауыш plus will plus verb 1 етістіктің бірінші формасы. Plus object. Қосымша қандай нәрсе ойлайын десеңіз, сіздің патша көңіліңіз біледі. Кеттік. Біз білетін I, you, we, they, he, she, it болымды сөйлемдерді жүктейік. I will біз білетін to go етістігін жүктейік. To go. I will go to school. Қысқаша түрде. Мен мектепке барамын, яғни келер шақта. You will go. We will go. They will go. He will go. She will go. It will go. Өте жеңіл. Көрдіңіз бе? Сіз қай кезде will'ді қолдандыңыз, сол қолданған кезіңізде сөйлем автоматты түрде келер шаққа айналып кетеді. Бір заттың, бір әрекеттің келер шақта болатындығын көрсетеді. Болымсыз түрдегі сөйлемдеріне қарайтын болсақ, I will not немесе қысқаша түрде won't go. You will not go. We won't go. They won't go. He won't go. She won't go. It won't go. Осы шақта, өткен шақта, келер шақта, simple tense'терді ешқашан ing жалғамаңыздар, достар. ing деген нәрсені біз бөлек өтеміз, оны басқа сабақтарда түсіндіремін сіздерге. Кеттік. Сұраулы сөйлемдерін жасайтын кезде мұны will көмекші етістігі есімдіктің алдына шығып кетеді. Will I go? Will you go? Will we go? Will they go? Will he go? Will she go? Will it go? Болды. Осылай біз келер шақтың сөйлемдерінің барлығын жасадық. Бірақ мынандай нәрсе бар. Мен келешекте мұғалім боламын. Яғни біз бағана present simple, past simple'дарды өткен кезде екі формасы бар деп айттық қой. Біреуі етістіктермен, біреуі есімдіктермен. Мына жерде етістіктермен жасалған түрін көрсеттік. Есімдіктермен жасалынатын кезде өте жеңіл. Мен мұғалім боламын деп айтқыңыз келсе, болымды түрде I will дан кейін be деген етістік жалғанады. Боламын. I will be a teacher. Мен мұғалім боламын. You will be a teacher. Сен мұғалім боласың. They will be teachers.
Өте жеңіл көрініс. Be деген етістік, мәселен бәрін шешіп тастайды. Быть деген сөз, болу деген сөз. He will be a teacher. Мына деген артиклді шатастырып ұмытып кетпеңіздер. Қандай да бір жекеше түрдегі есім сөздердің алдында міндетті түрде жалғануы керек. Жекеше түр екендігін анықтап көрсету үшін. She will be a teacher. It will be a teacher. Осылай жасалынады. Назарларыңызға рахмет. Келер шақтың мәселесін біз осы жерде шештік. Сау, сәлеметті болыңыздар. See you. Leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Fit the box, fit the mold, have a seat.